Атыраудағы іс. Наурыз бен Мейрамгүл туралы не белгілі? Атырау облысында зейнеткер ерлі-зайыптыларды өлтіру ісі бойынша күдіктілерді Индонезиядан Қазақстанға қайтару рәсімі аяқталуға жақын. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазақстандық тергеушілер мен Интерпол бірлесіп ауқымды жұмыс жүргізген. Қазіргі уақытта ұсталған азаматтарды елге жеткізу мәселесі шешіліп жатыр. Күдіктілер Индонезияда ұсталды. Жақын арада Қазақстанға жеткізіледі. Хабар ошарсыз кеткен Наурыз бен Мейрамгүлді іздеу жалғасып жатыр. Атырау облысында арнайы топ жұмыс істеуде, деді Әділов. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, ұсталғанға дейін қаза тапқан зейнеткерлердің қызы, яғни негізгі күдіктінің жұбайы да хабар ошарсыз кеткендер қатарында болған. Қазір оған да күдікті мәртебесі беріліп, күйеуімен бірге Қазақстанға қайтару шаралары жүргізілуде. Іс бойынша тергеу жалғасуда. Қадірлі көрермендер, бұл істі көптен бері ел болып бақылап отырмыз десем, қателеспейтін шығармын. Әсіресе жас келген ерлі-зайыптылардың қаза тапқаны туралы хабар тарағалы бері жұрттың көңілі алаң. Енді күдіктілерді Индонезиядан Қазақстанға қайтару рәсімі аяқталуға жақын деген ақпарат шықты. Бір жағынан ақыры елге жеткізіліп, тергеу толық жүргізілетін болды деген ой көңілге аз да болса сенімді ұялатады. Қанша жерден шетелге кетсе де, заң алдында жауап беру керек екені анық. Бұл мемлекетіміздің құқық қорғау органдары халықаралық деңгейде де жұмыс істей алатынын көрсететін жағдай. Дегенмен бұл істің ең ауыр тұсы әлі де хабар ошарсыз кеткен адамдардың бар екені. Наурыз бен Мейрамгүлдің тағдыры белгісіз болып отырғаны жанға батады. Жақындары үшін әр күн үміт пен күдіктің арасында өтіп жатқан шығар. Арнайы топ іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр деген ақпарат көңілге демеу береді. Осындай сәтте ең бастысы іздеу жұмыстары тоқтамай, нақты нәтиже берсе екен деген тілек. Адам үшін белгісіздік ең қиын сынақтардың бірі ғой. Сонымен қатар марқұмдардың қызына да күдікті мәртебесі берілгені туралы ақпарат қоғамда түрлі пікір туғызуы мүмкін, бірақ бұндай жағдайда эмоцияға берілмей, тергеудің қорытындысын күткен дұрыс сияқты. Қазір айтылғанның бәрі алдын ала мәлімет. Кінәлі кінәсіз екенін сот анықтайды. Сондықтан ешкімге алдын ала үкім шығарып, айып тағып қою дұрыс болмас. Әр адамның тағдыры бар, артында балалары, туыстары тұр. Заң аясында әділ шешім қабылданса, сол бәрінен маңызды. Жалпы бұл іс көп нәрсені ойландырды. Отбасы ішіндегі түсініспеушілік, қарым-қатынас, сенім, бәрі қоғам үшін маңызды тақырыптар. Осындай қайғылы оқиғалар қайталанбаса екен дейсің. Ең бастысы шындық толық ашылып, марқұмдардың жақындарына нақты жауап берілсе. Күдіктілер елге жеткізілген соң, ашық әрі әділ тергеу жүргізіліп, заңды шешім қабылданса. Қоғамда сабасына түсірмеді. Қазір барша жұртқа сабыр мен байыптылық керек сияқты. Әділдік орнап, жоғалғандар табылып, балалар мен туыстар аман болса екен деген тілек бар.